Қанша малыңыз бар? 200-дей мал бар баяғы. Жылқы, сиыр да бар. Ыстықтан сақтану үшін осылай? Иә. Соңғы дейін 10-15-ті жеп саймыз ғой. Сіз қалай көтеріп маған сұхбат беріп тұрдыңыз бағанадан бері? Мен айтып отырмын ғой, өмірімде осындай құртты бірінші рет көріп тұрмын деп. Өте үлкен құрт. Монғолияға қазақтар қалай келді? Қазір таңғы сағат 6:30, ал апайларымыз сиыр сауып жатыр мұнда. Бүгінгі шығарылымнан Монғолия қазақтары қалай өмір сүреді, жайлаудағы бір күн қалай өтеді, соны көресіздер. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Апаны көрдіңіздер ме, міне? Екі қолымен екі қойды. Тың қандай мықты. Осыдан кейін қыз келіншектер менің күшім жоқ деп айта алмайтын шығар, өйткені әжеміз оларға үлгі ғой. Таяқ қалды, осымен бітті. Ана жерде бір кешкі бар, сонымен бітті. Ұрған кезде еді, солай, еді ғой. Тәте мал саумайды ғой ердер. Біз мына мұңғылдар сауады, біз сауамыз бәяғына. Сауыназ деп, сирас дегеннен кейін қой сауып жатырмыз ғой тәте. Тамақ тіршілік оңай емес. Жаз уақытта мынандай малмен сауымен алсамыз, мал жаят, төлдің жүнін сабайды, төл қырқат. Қыста болғанда бие сауат, оның қымызын сатады, ақтамағын өндіріп. Қанша малыңыз бар? 200-дей мал бар баяғы. Жылқы, сиыр да бар. Дардай мал бар бәй, қазір осы жерде аз ғана мал аққа отырмыз ғой. Дайын деген жерге кетеді, қақ деген жерге кетеді. Ойбай, жотыңыз керемет болды, биыл қатты болды. Мынадан көп мал сауатымызды, мынадан көп сиыр сауатымызды. Мына сиырдың бәрі бәй, қысыр қалған, өлген, жеткен, сондай болып жатыр. Айранды мынау құйып жатым ғой, мынау және құрт құсап шығады ғой. Пісеміз, оның майын аламыз. Одан қайнатамыз және құсатып. Оны жаямыз. Мына жерде пісе бергеннен кейін майы да шығып қала ма сонда? Емін пісе береміз, піспек бар. Иә. Соған пісеміз ғой, сосын май түседі. Май солай алынады екен ғой. Міне осы жерге жайып кептіресіздер, иә? Ана ұқсат жайып кептіріп, бір басты жау құстар шығар, қарға деген сияқтыларынан жеп қоятын шығар. Мынада қарғадар жеп қояды. Олардан күзетіп отыру керек, е? Отырмайды ғой, күзетіп отырсы жат қой. Қарғадар келеді, анан жауып тастаймыз сосын. Сосын жиылмайды ғой. Мен жерде сарылық сиыр ұстаймын. Жаңа сарылық сиырдар ғой біздің. Оның сүті жақсы болады, қаймақтар, май жақсы болады. Сарылықтікі. Қол сиырдан жақсы болады ғой. Мына жер жап-жасыл күшті екен, кілем сияқты екен. Балалар тіпті жалаң аяқ жүгіріп жатыр. Дайынсыңдар ма? 1, 2, 3. Міне мен бағана сұңқарымда ұшырған кезде осы киіз үйдің алдында бірнеше бала сығалап қараған еді. Қазір сол үйге келдік. Мына жақта қой ешкілер, мына жақта құрт, мына жақта тезек, қи. Балаларыңыз қандай оқуға түсем дейді? Қалай қайда барам дейді, Қазақстанда оқимын дейді ма? Қазақстанда оқимын деп тұр ғой бәрі. Сол Қазақстанға көшейік деп тұр енді. Қазақстан көшеміз, ой бармай, барып тұрмыз. Малымыз өтсе Қазақстанға кетеміз бе деп тұрмыз. Көп балалы ана ретінде денсаулықты қалай күту керек? Сіз өзіңіз қалай күтінесіз? Көп күтінбейміз. Біз қарапайым жүре береміз. Кейбір адамдар жантыс жатады екен, ондай жоқ өзі. Жүре берем, бәрін істей береміз. Дастарханды қарап отырмын, барлығы қолдан жасалған. Түгелі бірде-бір дүкеннен сатып алынған тағам жоқ.
соған қарағанда мүлдем бармайтын сияқтысыз. барбаймыз. Соның чай іздеуге деген болып отырмыз. Өзім чай іздеп кір салып, не салып деген сияқты енді баладағы керектенетін нәрсені іздеп барамыз, албатты бармайтын отырмыз ғой. Бала киім кешек деген сияқты соны ғана іздеп барамыз ғой. Басқа уақытта бармаймыз. Ал мына жақта негізі қалай, қысы қалай, қатты ма? Қыста аяз күшті болады. Енді судың ортасы ғой, жан-жағы су. Аяз өте күшті. Ол кезде сіздер жер үйде тұрасыздар, иә? Жер үйде. Көмір жағамыз, бірақ жер үйде тұрамыз ғой. Ал мына киіз үйде қашанға дейін боласыздар? Енді 10 айға дейін отырамыз. 10 айға дейін. 10 айдың өзінде біраз суық болады ғой салқын. Жоқ, өзінде тартай суытып кетеді. Күнгі кешке сол чайға қосып ішеміз, бір тоғыз. Ал қанша сиыр сауасыз? 2 сиырым бар. 2 сиырыңыз, иә? 2 сиырдың осынша сүт шыға ма, қалай? Жоқ, мына қойдық қой ешкінің сүті. Қанша қой ешкі сауасыз? 20 қой 20 ешкім бар. 40. 40, иә, барлығы. Енді сол кешке жақын сиырдың сүтін қосып бір қазан болып тұр ғой. Енді анау жаңағы сауған сиырдың сүті отыр ғой, 4 литр сүт. Не үшін дәрігер болғың келеді? Әке шешемізді емдейтін мамам болғым келеді. Ат ойнап көрсетесіңдер ма? Көрсетіңдер бізге қалай ат ойнайсыңдар. Кеттік. Әне көрсет. Сен ылғида ат боласың ба? Иә. Ылғи атсың ба? Сен ылғи адамсың ба? Неге ауысып тұрмайсыңдар? Көтере алмай ма? Үйдің үлкені деген бәрі үлкені, иә? Мына кішкентай кенжесіне ие болып, соны алып келе жатыр. Жауапкершілік қой. Қалай екен? Күнде жүгіресіңдер ме осылай? Иә. Ініңді алып келе жатсың ба? Иә. Кім болғың келеді өскенде? Өскенде дизайнер болам. Егер сіздің үйіңізде той, қуаныш болса, онда бізге хабарласыңыздар. Біз сіздерге барлық шараны ұйымдастырып береміз. Өте жоғары деңгейде асаба, әнші, биші, күйші барлығы бар. Және бейнеге де түсіреміз. Келісіп жатсақ, менің өзім сіздің үйіңізге барып, қуанышыңызға ортақтасып, керемет бейне материал әзірлеп берем. Төмендегі нөмірге хабарласыңыздар. Осы арқылы сіздер Жалғыз жолаушы YouTube арнасына қолдау көрсетесіздер. Айтпақшы, арнаға тіркеліп, лайк басып, төменде пікір жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді жақсы көрем. Ұйықтан оянған сәттен бастап таңертең үй жинап, одан шай тамағымызды ішіп, одан күнделікті кей күндері біз іркіт пісіп, құрт қайнатамыз, кей күндер кір жуамыз. Солай болады. Әртүрлі болады ғой. Бірақ барлығын кездесіп істейсіңдер ме? Енді кейде шаршаған кезімізде енді бір бауырымыз қайрады. Біз Сақсай жайлауына келдік. Бүркітшілер мекені. Бір ауылда 70-ге жуық құсбегі бар. Қазаққа таң қалдым. Жабайы жылқыдан бастап аспандағы жыртқыш құсқа дейін қолға үйретіп кәдесіне жаратқан. Үстіндегі ішік қасқырдың терісінен жасалған, ал жағасы түлкінікі. Осы жердегі аңшы жігіттер аулап, осылай тігіп алған. Сіз қалай көтеріп маған сұхбат беріп тұрдыңыз бағанадан бері? Бәрі талай ауыр екен ғой салмақ. Мына бүркітті қалай ауладыңыз? Мына бүркітті немене ұядан ұшып Тойотта отырған жерінен ұстадым. Тойотта отырған жерінен жемге тойып, мына кеудесі бұда ұқылдап отырғаннан содан ұстап, одан өзіміз жөндеп шақырып ұшырғаға келтіріп. Ұшырсаң қазір кетіп қала ма бұл сонда? Қазір қой берсең кетеді. Бұл тойып тұр, кісіге қарамайды ғой. Қолға мұнан сылап, сипап, өзіңе жақын тартқызып, енді қандай асау құс енді ата бабамыз бұрыннан үйретіп келе жатқан. Монғолияға қазақтар қалай келді бұл жақта? Енді Монғолияға қазақтар ерте кезден мына Қытай жағынан келген, Орыстан бері ауып келген дейді ғой айту. Біздің ауылымызда ана тай кешкен дейді, ана бұлғын сұмын дейді, со жағымен асып кепті дегенде. Біздің әкеміздің әкедер. Содан асып кеп, содан кеп, мына қызыл балшық дейді, мына жақта лаңқұсын деген сұмын бар, соған кеп мекендеп, содан қайтып осылай қарай ауып келген болды ғой. Одан бері енді 100 жыл асып кетті ғой енді келгелі.
күніне қанша сиыр сауасыз? 15 сиыр. 15 сиыр, иә? Сүт мол шыға ма бұл сиырлардан? Иә. Қанша сүт аласыз? 20 литр. 20 литр сүт аласыз 15 сиырдан, иә? Бұл жердегі әр қазақ ауқатты тұрады. Несие, ипотекасы жоқ, су мен жарыққа ақша төлеймін деп бас қатырмайды, өйткені күннен қуат алатын панельдер орнатқан. Азық-түлікті білесіздер енді. Мынау чий деген өсіп тұратын өсімдік. Чийді соны жұлып аламыз да мынақсап өңді жіптермен ораймыз. Қайт мынау басқұр деген әсте. Мынау Қытайдың жібін сатып аламыз да мынақсап тоқимыз. Өзіңіз қолдан? Өзіміз қолдан тоқимыз. Сіз сұратыңыз, қолыңыздан барлығы келеді екен, не қолыңыздан келмейді десе. Бірақ қойыңыз екен. Енді қырда енді келмейтін нәрсе деген жоқ қой енді. Тек оқымадық, тоқымадық, сол келмейді. Әлемде етті көп тұтынатын, ол осы моңғол қазақтар екен. Ең көп тұтынатын. Бір жазда қанша қой сауасыздар? Бір жаз енді 7-8-ден жейміз ғой. Енді соғымға дейін жейтін отырмыз ғой. Соғымға дейін 10-15-ті жеп саймыз ғой. Айына сонда 2-3 қой кетеді. Картоп ара тұрағы жолаушылар келгенде керектенеміз. Басқа уақытта ондай тамақты алмаймыз ғой. Жемейміз. Жұмыршағымыз қызылдайды. Содан табиғи етпен кәнешен ұнпен көже, құрдақ. 84-темін дедіңіз ғой? 83-те. 83-те. Осы өмір бойы осы аймақта тұрып келе жатырсыз ба? Жоқ, қырда тұрамыз. Қызылтас деген жерде тұрамыз. Қанша балаңыз бар? 10 балам бар. Мәс саған 10 балаңыз бар, 10 балам бар еді. Ең үлкен балам Қазақстан жерде әне күні қайтыс болды. Мен айтып отырмын ғой, өмірімде осындай құртты бірінші рет көріп тұрмын деп. Өте үлкен құрт, бірақ бұл құрттың дәмі ерекше, өйткені мынау қойдың сүтімен жасалады, иә? Бұл құрттың дәмін міндетті түрде татыңыздар. Саяхатымыздың келесі күнінде Баян-Өлгей қаласына бардық. Соңғы жылда едәуір дамыған, көрікті ғимараттар салынып жатыр, туристік орындар да көбейген. Тіпті біз былтыр тыныққан қонақ үйде жөндеу жұмысын бастапты. Кейін Қобда қаласына аттандық. Ыстық қой дейме мына жақ? Ыстық. Ыстық болғандықтан. Сіз басыңызға не жабыстырып алдыңыз? Орам жапырақ па? Иә, ана неменен қауығын несін жабыстырып алған ғой, ол ыстық өткізбейді. Қызық өткізбейді. Ыстықтан сақтану үшін осылай? Иә. Орам жапырақтың сондай қасиеті бар екен ғой, иә? Ыстықтан Қорғайды. Ал мына жергілікті халық туралы айтыңызшы. Моңғолдар мен ойраттар, жоңғарлар көп бұл жерде? Иә, көп. Моңғолша сөйлесесіздер ме? Моңғолша сөйлесеміз, иә, енді. Өз тіліміз қыса кеткен ол. Табысыңыз қанша күнделікті? Әр түрлі ғой. Орташа 100-ден жоғары. 100 мыңнан жоғары, иә? Ал жергілікті өмір сүретін неме айналысады көбінесе? Осы сауда-саттықпен ба? Көбісі негізі ноға салады ғой. Ноға деген жеміс-жидек салады ғой бәрі. Жеміс-жидек салады. Негізі көбі жеміс-жидекпен айналысады ғой. Мына кішкентай, өзі бір сувенир сияқты қауын екен. Дәмін көрейік. Көрмең сауын жоқ. Өте дәмді екен, мына жақта да. Ардақ ханым барлығына дәмнен ауыз тигізіп жатыр. Рахмет. Өте дәмді екен. Моңғолия демалыс күніне ерекше мән береді. Әр жексенбі сайын демалыс орындары, сауда орталықтары тіпті шекараға дейін жабылады. Демалсаң, моңғолдар сияқты демалу керек қой. Дегенмен Будда храмы жұмысын тоқтатпайды. У меня есть вопрос к вам. Нет. Как вам вот местность? Прекрасно, замечательно. А вот в чем смысл буддизма? Я почему мне интервью берете, что ли? Это двумя словами не сказать. Қысқасы, ештеңе түсінбедім. Шіркеудегілер сөзді ұнатпайтын сияқты. Айтпақшы, мен канадалық Рэй есімді жігітпен таныстым. Өзі режиссер екен. Моңғолияда не істеп жүр десеңізші? The movie, well, I'm hoping the movie is going to release on Netflix end of 2024. By that time, we should be done video editing, and I think that's the most probable place for the video. Oh, okay. About people is
Mongolia, of Mongols. Yeah, Mongolian people, everyone lives here, the history here. It's also about nature. Біздің қасымызда канадалық жігіт осы жаққа Монголияға келген және 2024 жылы Netflixке арнап фильм түсіреді екен. Қазір соны жоспарлап жатыр. Бұл жақтың табиғаты ерекше дейді, адамдары бөлек. Бізге маған өте қызық болды дейді Монголия туралы фильм әзірлеу. Бұйырса 2024 жылы сол фильмді көреміз. Қазір дайындық жұмыстары сәттілік. Good luck. Thank you. Менің ойымша, Монголия қазақтары алдағы уақытта әлемдік сахнаның жұлдызына айналады. Қазақтың атын шығарып, әлемге төл мәдениетімізді паш етеді. Осындай жақсы көңіл күйде жүріп, бұл елдегі санаулы күндердің қалай өткенін байқамай қалдым. Монголия қазақтарына риза болдым. Аз да болса өздерінің тілін, дінін, мәдениетін қаймағы бұзылмаған қалпында сақтап қалған. Нағыз қазақты көргің келсе, осы Монголияға келу керек. Айтпақшы, арнамызға тіркеліңіз, пікір жазыңыз. Сіздермен саяхаттағаныма қуаныштымын.